Pinduodu'da товарды қалай заказ береміз? Ол үшін мен өзім жеке кабинетіме кіремін да, өзіме ұнаған избранныйға кіріп, өзіме ұнаған аяқ киімді таңдаймын, балама арналған. Осы жерде міне осы аяқ киімді таңдадым и оплата дегенге басамын. Оплата деген басқан соң ішінен осы қай модель ұнап тұр, соны басамын және де размерін басамын. Сонымен қатар мысалға ретінде екі түрлі аяқ киім алатын кезде мына үстіндегі осыны бассаңыз болады, осы жерден таңдасаңыз болады. Мысал ретінде осыны. Так, осыны басып, и астындағы қызыл батырманы басасыздар, размерін таңдайсыздар. Ал маған керек емес, бұл сіздерге лайфхак ретінде айтылған мағлұмат. Осы жерден мысал ретінде қарасаңыздар, мінекей, мен осыны заказ беремін, 22 размер, 14 сантиметр. И оплатаға басам, 26-да 8 юан болды. Бірақ жаңағы мен Каспи картамен жаңағы оплата жасайтындықтан менен 3% ұстап қалады. Сондықтан менде қазір примерно 27 болып қалады. Оплатаға басамын. Оплатаға басқаннан кейін вот 27-61-де 0,80 юань қосылған. Осы жерде енді өздеріңіздің парольдеріңізді жазасыздар и карточканың артындағы 3 цифрды жазасыздар. Менде Каспиімда интернет-банкинг жабық тұр, сондықтан оплата қабылданбады. Мінекей, қабылданбады деп жазып тұр. Енді аламында мен Каспиға кіріп, осыны ашатын боламын. Оны енді көрсетпей ақ қояйын, қалай ашу керек екенін. Мен оплата аштым и жаңағы осы жерге кіре саламын да, и жаңағы заказ берген немді баса саламын. Басқаннан кейін осылай тағы да сіздерден пароль сұрайды, өздеріңіздің парольдеріңізді и кодты сұрайды, карточканың артындағы 3 цифрды. Все, оплата қабылданды. Мінекей, Каспиға осындай сообщение келеді, қабылданды деген. Ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып қойыңыздар. Міне, оплатаға түсті деген значокта тұр. Назарларыңызға рахмет.